Қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналып, отансүйгіштік жырлары мен халық жүрегінен орын алған ақиық ақын Жұбан Молдағалиевтің есімі аталар болса, жастың да, жасамыстың да есіне оның «Мен қазақпын» поэмасы түсері анық. Бүгінде бұл өміршең поэмаға 55 жыл. Осыған орай ақын атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен «Мен қазақпын, мәңгілік ел, рухани жаңғыру» атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Жылдар алға жылжыған сайын қазақтың жұбанының өр тұлғасы асқақтай түсуде. Ұлт рухын оятқан ақын тамырын тереңнен тартар өміршең ойларымен, өлмес туындыларымен соңына өшпес мұра қалдырды. Ақиық ақын атын иемденген облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында өткен ғылыми конференция барысында жырлары жасай берер жұбан ақын тақырыбында кітап көрмесі ұйымдастырылып, жұбан жыры жадымызда деректі фильмі көрсетілді. Жұбан қазақтың біртуар ақыны, Алаштың арда ұлы, ұлтжанды ақын. Кезінде «Мен қазақпын» деп бүкіл қазақтың намысын, оның ұлтының қамын ойлаған ақын. Біз жайықта жұбандай ақын туғанына қуанамыз. Біз қазақта осындай ұлтжанды ақын болғанына қуанамыз. Сондықтан жұбан өшпейтін қазақтың жарық жұлдызы. 1964 жылы жазылып біткен «Мен қазақпын» поэмасы бүгінде әрбір қазақтың жүрегінде десек артық айтқандық болмас. Жұбан ақынның осы бір туындысы өміршеңдігі мен ұлт санасына сіңісіп, халқымен қатар ғұмыр кешіп келеді. Шоқтығы биік туынды сонау Шыңғыс хан, Асан Қайғы, Жошы хан заманынан басталып, кешегі ұлы отан соғысы жылдарындағы Әлия, Мәншүк, Төлеген сынды батырларымызға дейінгі аралықтағы ұлтымыздың төл тарихын тереңнен қаузайды. Қазіргі біздің жастарымызға мына патриотизм мәселесін дәріптеу жетпей жатыр ғой. Оны бәріміз мойындауымыз керек. Енді «Мен қазақпын» поэмасындағы бұл өзі 3 ғасырды қамтитын шығарма. Егер біздің жастарымыз осыны бастан аяқ толық түсініп оқып қабылдайтын болса, сондағы бүкіл қазақтың тағдыры, әсіресе біздің батыс өлкесінің бір елік тұлғасын көргендей боламыз да, жалпы қазақтың бүтін болмысы осы «Мен қазақпында» жарияланып тұрғандай сезіледі мен үшін. Конференция барысында өңірдің зиялы қауым өкілдері қазақ халқының 3 ғасырлық тарихын өн бойына сыйдырған туындының тарихи мән-маңызына, жазылу тарихына, көркемдік ерекшелігіне тоқталып өтті. Гүлсара Марат, Рүстем Ишанов, Файдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.